Пеш тазарту. Пештің іші герметикпен толған. Және бәленбай жыл болған, 93 жылғы. Өзінің пеші шар. 30 жылға жақындаған. Audi 100 C4 деген. 2.6. Интернеттен, ютубтан осындай біраз тәжірибелерді көргем. Мынандай лимонный кислота деген, лимон қышқылы. Мен әзірге 5-еуін алдым. 10 грамм екен әрқайсысы. Шелекке су құйып, мынандай алдында машинаға пешке помпа ретінде мына газельдің осындай насосы сатып алғам. Соны мына аккумулятор арқылы қосып қойдым. Негізі 12 вольттық выпрямитель немесе зарядка болса, блок питания болса, сонымен қосуға болады. Мына негізі 100 градуста қайнау керек екен. Сол кезде мынандай сетка арқылы мына қыманша шай шығаратын, заварка шығаратын менің сеткасы. Қыманшаның мына ішінде мынандайлар бар екен. Бәрі шығатын шығар. Мына жерде напор алдында аз болған. Ал қазір судың қарқыны өте жақсарды. Нәтижесін кейін көреміз. Қосымша мына жерде комет деген мына жерде банкіде міне порошок бар. Содан жаңа 3 шай қасықтай ма, сол шамамен солай салдым. Және мына ферри деген дайындап қойдым. Тамызып көрем, қандай нәтиже болады екен. Өйткені лимонный кислотаның мүмкін қызған кезде 100 градус қайнаған кезде мүмкін әсер болатын шығар. Қазірде әсерін беріп жатқан сияқты. Шлангының температурасы қол күйдіретін емес. Бірақ енді қан жылынан жоғары. Осындай эксперимент тәжірибе гаражымда жүргізіп жатырмын. Кімде осындай пешті алуға болады екен, бірақ біраз нәрсе шешіледі екен. Арты ішіне салоннан ортаңғы консуль алынады. Одан кейін біраз енді шешетін нелер көп екен. Ерінбей пешті айырбастаса болады негізі. Пешті айырбастаса тіпті тап-таза болады. Пештің ішіндегі өткені су өтетін өте майда-майда жаңа көздері бар. Соның барлығы бітеледі. Жылма-жыл. Антифризбен біз айырбастамай жүре береміз. Әбден бір жерден ағып кетіп солай нетпесе, біз айырбастау деген ұмытып кетеміз ғой. Негізі антифристің мына герметиктен кейінгі мынау осындай іші тазармаған. Осыдан кейін мына пешті болғаннан кейін түгел мына системаны су ағызатын жерлердің барлығын қалпына келтіріп, су кәдімгі шелектегі суды құйып, сонымен біраз шайып, қашан мөлдір болғанша шаю керек. Сосын барып, барлығын түгел ағызып, қайтадан антифриз. Бұрын менде қызыл антифриз болған, міне жасыл антифриз алып қойдым, 10 литр. Осы антифризді құямыз.
талай осындай тәжірибелер жүргізгенмін. Бірақ мынау видеоға салу, ютубқа салу дегенде біреудің видеосын көргенім болмаса өзім видео салған емеспін. Бірақ негізі керек екен. Біреуге қажет болуы мүмкін. Орысша, ағылшын тілінде, басқа шет тілдерде өте көп. Бірақ өкінішке орай кейде орысшаның кейбіреулерін түсінбей жатамыз. Негізі ютубта бірақ қазір субтитр деген опцияларында өз тіліңді таңдауға болады екен, қазақ тілде енген. Астында титрмен шығып тұрады. Кез келген ұлттың несін көре білуге болады екен. Ағылшынша, Индияның, үнді тілінде кез келген ақпаратты көре болады видеоны. Өз тіліңе аударып. Бірақ оны апаруды көбісі мән бере бермейді. Қазір қарап көрейік. Кішкене тұнбалар бар сияқты. Аға, бар. Тағы бір айта кететін. Мына жердегі өзі жалғыз өзің жын адам сияқты келе берді. Мынау екі шлангыны үстіңгі, мына астыңғы екеуінің орнын айырбастадым жаңа. Кішкенеден кейін тағы тазарғаннан кейін керісінше айырбастау керек. Сонда мынау мына жағына тұрып қалған нелерді, қоқтықтарды кері қарай айдайды да, сол кезде шығуы мүмкін. Екі жаққа керісінше біресе былай, біресе былай шайқау керек қой. Сол кезде ішіндегі тұрып қалған қоқыстар шығады. Шығып жатыр мына әжептәуір. Негізі мынау майда қоқыстар ғой, кішкентай. Мына судың беті де алдында мөлдір болған. Қазір уже кірлеп баратыр. Нағыз бюджетті вариант. Егер пеш сатып алу, оны айырбастау біраз уақыт алады. Ал егер жаңа сервиске барсаңыз, біраз ақша сұрайды. Өйткені ол оңай жұмыс емес. Сондықтан да үйде, гаражда осындай эксперимент жүргізіп көруге болады. Пеш бірте-бірте ақырын жылытуын қойды. Анау үлкен оборот қойған кезде вентиляторды тіпті суып қалады, үлгірмейді. Ал газды басқан кезде кішкене анау помпаның оборотымен кішкене жылығандай болады салон. Осындай проблема. Сол проблеманы шешу үшін осындай әрекет жасап отырмыз.